Армысыздар, құрметті кармология арнасының тұрақты көрермендері, сіздермен қашанда алтын аяман. Бүгін енді біз жалпы бала күнгі зақымдар жайлы сөйлесейік. Бала күнгі зақымдарды егер ол не деп білмесеңіздер, енді түсінемін. Қазақша мен өзім аударып алғам, сондықтан егер де түсінбей жатсаңыздар, жай ғана бұл детская травма деп аталынады. Ол бәрімізде бар, бәріміздің жүрегімізде белгілі бір жара бар, оны мойындау керек жалпы. Ал енді жоқ деп жасырып жүру, ол мен ойымша мүмкін емес. Жалпы енді бала күнгі зақымдарды бала күнде аламыз, естественно. Белгілі бір ойымызда, есімізде қалатын жас. Мысалы, біреу өзін анау ползункимен еңбектеп жүргенге дейін біледі, ал біреусі енді бірге толғанын біледі. Кейбіреулер тіпті ондай адамдар да бар екен, жалпы өте кішкентай кезінен өзін біледі. Яғни нені көрді, нені сезді, оның барлығын айтып бере алады. Бала күнгі зақымдар жалпы жазыла ма? Оны жазу үшін не істеу керек? Ол жүрегінде мәңгі жара болып қала ма? Жалпы оны қалай шешуге болады? Деген секілді сұрақтарға кішігірім жауап беріп өтейін. Негізі маған қатты тиген кино, ол осы мына кино болады. Бұл жерде осы бір қыздың бала күнгі зақымы көрсетіледі. Ол байғұс қыз өзінің үйін бір үлкен балабақшаға айналдырған қыз. Өзі педагогия, мұғалім. Сондағы балалар бұл қыз қатты жақсы көреді, өте қатты жақсы көреді. Және қыз да жақсы көреді баланы. Бір күні бұл қыз сондағы 16 баланың барлығын тұтқынға алады. Сөйтіп милицияға хабарласады. Яғни балалар және өзі ғана қалады да, әдейілеп солай жасайды. Сөйтіп қалғаннан кейін милицияға хабарласып, мен осы 16 баланы тұтқындап алдым. Егер де менің жалпы айтқанымды орындамасаңыздар, онда мен біртіндеп балаларды ата бастаймын дейді. Ол енді ойнап тұрған шығар, мүмкін анау-мынау деп келеді, бірақ шын мәнінде бұл ойын болмайды. Милициялар барлығы сол қыздың балабақшасын торалайды, ал оның болашақ жары жалпы енді 30 жасын жасауға дайындалып жүрді. Яғни ешкім білмейді, және де ешкім ондай қатыгездікті, осындай мейірімді қыздан күтпейді. Бір қызығы, сонымен $50,000 менің шотыма қазір лақтырмасаңыздар, онда мен бір баланы атып тастаймын дейді. Оны естіген әлгі 2 қабат милиция әйел, ол олай жасамайды, ештеңе жібермеңдер деп бөлек нұсқаулық береді. Сонымен ол қыз бір баланы тиктокта атып тастайды. Яғни атып жатқан видеоға түсіреді. Осылай. Оны көрген елдер дүрсілгенеді. Яғни қалай ол осылай көп кішкентай баланы атады, не деген қатыгездік бұл жалпы дейді. Елдің бәрі сынауға мастер ғой. Ол шын мәнінде астарында не жатқанын білмейді ғой. Адам өлтіру қате. Тем более енді көп кішкентай баланы атып тұр. Біртіндеп жаңағы қыз келесі талаптарын қоя бастайды. Мен енді министр, яғни үнді халқының министрімен кездескім келеді, жүздескім келеді дейді. Жалпы маған хабарласты дейді. Ол хабарласқаннан балаларды біреуден жіберіп тұрады қыз. Енді менің алдыма, қарсы алдыма келсін сол министр дейді. Сосын министр айтады: сен бір баланы өлтірдің. Мен қалай өзімнің жанымды қатерге тігіп сенің алдыңа баруым керек? Міне осы кезде қыз шын мәнінде ол баланы атпағанын, ол баланың тірі екенін көрсетеді. Яғни ол енді қызды жақсы көреді, олар сондай ойын ойнап, өтірік тапаншамен атқан болып есептеп, ол әдейілеп құлайды екен да. Соны видеоға түсіріп, жаңағы тиктокқа салып жібереді. Соны білгеннен кейін министр әйел адамы екен, ол кісі мақұл деп келісіп, жаңағы қыздың алдына келеді. Негізі ол қыз сол балалардан бөлек тағы бір сол жерде жұмыс істейтін әйелмен, және де сол балабақшадағы балаларды апаратын, яғни сондай автобус, көлік болады, ол соның жүргізушісін де қамап қояды. Яғни ол екеуі де кездейсоқ келіп қалған кісілер ғой жалпы. Сөйтіп министрге айтады: сіз маған бүгін уәде беріңіз дейді. Осындай зорлық, зомбылық болып жатқан кезде сондай қылмыскерлер өлім жазасына берілсін дейді. Яғни өлім жазасына тартылсын дейді. Ал шын мәнінде ол кезде ондай жаза болмаған екен. Түсінесіздер ма? Ал неге мен олай жасауым керек деп сұрайды. Сол кезде қыз айтады: шамалы бекем болыңыздар, өте ауыр жағдай. Бұл қыз шын мәнінде кішкентай кезінде, оқушы кезінде, осы мектептің көлігіне, автобусына мініп, сабағынан келе жатқан кезде барлығы түсіп кетеді. Ол ең соңынан түсіп жатқан кезде сол көлікті жүргізетін жүргізуші қызды зорлайды. Оның анасы қанша жылап барады.
милицияның алдына. Іздесеңіздерші, осындай біліп тұр, бәрін атын айтып тұр, міне осылай дәлелімен, бірақ олар іздемейді. Себебі дәл сол кезде олардың белгілі бір дәрежесін көтеретін сондай бір қылмыс болып жатқан екен, соны шешу үшін барлық милиция жұмылады. Ал мына қызды ұмытып кетеді. Ал жай ғана зорланды ғой, ол іштен кетпейді деп ойлады ғой. Сонда қыздың бүтіндей бір тағдыры құртылды. Ал оған немқұрайлы қарады. Сонда біздің сенгеніміз милиция болғандықтан олар жай ғана немқұрайлы қарады. Министрге айтады, сол кезде ешкім ұстамады, сендердің құлақтарыңа бүйтіп келіп осындай хаос жасамаса, сендер тыңдай алмайсыңдар дейді. Шын мәнінде соны сендер әлі ұстамадыңдар дейді. Біз біреусін ұстадық, екіншісін ұстай алмадық деп айтады. Сол кезде ол сіздің артыңызда отыр дейді. Яғни оның артында бағанағы осы қыздың балабақшасының жүргізушісі отыр. Шын мәнінде сол қызды зорлаған қылмыскер болып саналынады. Яғни қыз оны әдейілеп көз алдында жүрсін деп өзінің балабақшасын жүргізуші қылып алады, және де нақты сол балабақшасында жүрген кішкентай балаларға қиянат жасап қоймау үшін белгілі бір бақылау жүргізіп тұрған. Оған да шүкір. Егер де ол қыз бақылау жасамаса, қаншама кішкентай қыздың тағдырын құртатын еді бұл хайуан. Сонымен не керек? Ол өзінің кінәсін түсінбейді. Жалпы ондай қылмыскерлер түсінбейді. Өзінің кінәсіз екенін айтып, аузы көпіріп жатады. Соңында қызды атқысы келеді, бірақ қыз оны біліп қойып, өзі атып тастайды. Соңында қыз сотталады. Өзінің тағдырын құртқан адамды өлтірген үшін ол қыз сотталады. Негізі бұл заң жүзінде солай, біз өзіміз ешқашанда біреуге қайтара алмаймыз. Оны тек қана заңға ғана тапсыруымыз керек, бірақ кейбір сәттерде заңның сондай әділетсіздігі байқалып жатады. Ал ондай жағдайда не істеу керек? Қалай ойлайсыздар? Сонымен не керек? Қыз түрмеге түседі. Ал министр әйел соттың алдына барып, осындай зорлық-зомбылық көрген кезде сондай қылмыскерлерді жай ғана түрмеде тегін асыраудың орнына өлім жазасына берейік дейді. Және сол петиция қабылданады. Оны қыз өкінішке орай тек түрмеде отырған кезде естиді, бірақ ол үшін үлкен бір жеңіс болып саналынады. Міне осы кино менің жүрегіме қатты тиді. Жалпы енді бала күнгі зақымдар, шын мәнінде сіз жасыңыз қаншада болса да, ол ешқашан ұмытылмайды. Сіз жай ғана жауып қоя салуыңыз мүмкін, бірақ шын мәнінде ол ұмытылмайды ешқашан. Біз жақсы, біз енді өзіміз былайда былай күресіп, әйтеуір жолын біліп, кішкене болса да жаза білдік. Ал енді кішкентай қазіргі сіздің қолыңыздағы, жалпы сіздің ұрпағыңыз, сіздің балаңыз, оларға осылай балалық зақымды қалдырмас үшін не істей аласыз? Соны ойлаңыз. Келер ұрпақтың жалпы зақымсыз, тым болмаса мейлі зақымын болса да, бала күнде сіз оны жаза білсеңіз, ол да бір үлкен ерлік. Сондықтан егер де өзіңіз осылай бала күнгі зақымдардан қиналған болсан, сонда өзіңіздің балаңызға соны көрсетпеңіз. Жай ғана ақылға салыңыз. Жарақат қалдырмас үшін баланың психологиясын көбірек оқыңыздар. Және де менен сабырлы ана атты психологиялық сабақты алсаңыз болады. Онда жалпы балалармен қалай оңай тез тіл табысу керек, қалай дұрыс түсіндіру керек, ол ашуланып тұрғанда не істеу керек, сіз ашуланып тұрғанда не істеу керек. Соның бір өте оңай тәсілі, методикалары жиналып, сондай сабаққа айналды. Оны алу үшін Инстаграмы жекеге жазасыздар. Ендеше ешқандай балалық зақымы жоқ, жақсы бір ұрпақ өсірейік. Ол әрине сіздердің қолдарыңызда. Жалпы бәріміз аман сау болайық. Енді келер ұрпақтың болашағы ол нақты осы қазіргі есін жиған үлкен кісілерге байланысты. Сондықтан жалпы сіздерден өтінерім, ең бірінші сабырлы бола беріңіздер, және де әрине өзіңіздің жүрегіңіздегі жараны өзгеге салуға тырыспаңыздар. Жалпы айтпақшы, ол киноның аты «Четверг» деп аталады, яғни бейсенбі. Көрсеңіздер болады. Үнді киносы. Осы YouTube арнамда да киноға қазақша талдау атты плейлистке өтіп, сонда көптеген қызықты мәні бар, мағынасы бар киноларды көрулеріңізге болады. Ал егер Instagram парақшамдағы киноларды көру үшін TikTok арнама подписка арқылы тіркелесіздер. Ендеше назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар, аман болыңыздар.